Сәлем достар, бүгінгі видеоны акцияны сатып алу үдерісінің қалай жүретіндігіне арнағым келіп отыр. Егер сізді биржада акцияны сатып алу үдерісі, биржалық стақан ұғымы, акцияға бағаның қалай қалыптасатыны қызығушылық тудыратын болса, және кез келген акцияны қандай бағаға сатып алуға болатындығын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруге ұсыныс беремін. Және де осы тақырып қызық болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, кез келген комментарий қалдырып кетіңіз. Ал арнаның жаңа көрермені болсаңыз, маған тіркеліп қоңыраушаның үстінен басып кетуіңізді сұраймын. Енді акция сатып алу үдерісіне көшейік. Алдыңғы бірнеше видеода сіздерге акцияны брокердің қолтаңбасы арқылы қалай сатып алуға болатындығын айтқан болатынмын. Негізі брокер сізді қор нарығына, яғни бағалы қағаздар нарығына шығару қызметін атқарады. Ол туралы да алдыңғы видеоларымда айтып өттім. Көрмеген болсаңыздар, видео соңына сілтеме қалдырып кетемін. Кейін қарап алыңыздар. Сонымен, сіз брокерге кез келген бағалы қағазды сатып алуға өтінім бергеннен кейін, брокер сіздің тапсырысыңызды нарыққа шығарады. Нарықта сіз сияқты сатып алуға немесе сатуға өтінім берген көптеген инвесторлар бар. Нарықтағы сатып алушы немесе сатушы инвестордың әртүрлі брокер арқылы нарыққа шығуы мүмкін екендігін ұмытпаңыз. Мысалы, сіз Freedom Finance брокері арқылы Халық банкінің акциясын 150 теңгеге сатып алуға лимиттік тапсырыс берсеңіз, келесі бір сатып алушы Шусан брокері арқылы сол Халық банкінің акциясын 145 теңгеге сатып алуға лимиттік тапсырыс беруі мүмкін. Ал енді біреуі Interactive Brokers брокері арқылы Халық банкінің акциясын 151 теңгеге сатып алуға лимиттік тапсырыс беруі мүмкін. Бұл тапсырыстардың барлығы бір уақыт ішінде болады және тапсырыстар негізінде бағалы қағаздың нарықтағы жағдайын көре аласыздар. Осы сатып алуға деген сұраныс пен сатуға деген ұсыныстың негізінде акцияның бағасы қалыптасады. Акцияны сатып алу тек кез келген сатушы мен сатып алушының акцияға деген бағасы бірдей болған кезде жүзеге асады. Жаңа айтып өткендей, сіз Freedom Finance брокері арқылы Халық банкінің акциясын 150 теңгеге алғыңыз келіп отыр делік. Нарықта тап осындай бағаға Халық банкінің бір акциясын сататын сатушы пайда болды делік. Дәл осы сәтте сіздің сатып алуға деген тапсырысыңыз орындалады, ал сатуға тапсырыс берген адамның сатуға деген тапсырысы орындалады. Әрине, осы тапсырыс орындалғанда сіздің портфеліңізде сатып алынған акция пайда болады және шотыңыздан брокердің атқарған қызметі үшін комиссия ұсталынады. Егер де нарықта сіз қалаған бағаға бағалы қағазды сататын адам табылмаса, сіздің тапсырысыңыз орындалмайынша жүйеде тұра береді. Алайда, сіз тапсырысты берген кезде өзіңіздің шартыңызды қойып берсеңіз болады. Мысалы, егер тапсырыс күн ішінде орындалмаса, тапсырыстың күшін жой деп брокерге бірден шарт қойып тапсырыс берсеңіз болады. Тапсырысыңыздың жылдам орындалғанын қаласаңыз, нарықтық бағамен сатуды немесе сатып алуға бұйрық бергеніңіз жөн. Барлық сату ұсыныстары мен сатып алу сұраныстарын және нарықтық бағаны сіз өзіңіздің брокеріңіздің биржалық стақанынан көре аласыздар. Әдетте, биржалық стакан осылай бейнеленеді. Бұл жерде Каспий банкінің биржалық стаканы көрсетілген. Яғни, стақанның жоғарғы жағында қызыл түспен бағалы қағазды сатқысы келетін инвесторлардың тапсырысы көрсетіледі. Ол жерден сатушы инвесторлардың бағалы қағаздың қанша данасын және қандай бағаға сатқысы келетіндігін көре аласыздар. Мысалы, бір инвестор Каспийдің бір акциясын 37.400 теңгеге сатуға дайын. Ал тағы бір инвестор 37.516 теңгеден Каспийдің 15 акциясын сатуға дайын екендігін көрсеңіз болады. Дәл солай, бағалы қағазды сатып алушы инвесторлардың сатып алуға деген тапсырысын стақанның төменгі бөлігінен көре аласыздар. Сатып алушылар әдетте жасыл түспен белгіленеді. Бұл жерде байқасаңыздар, бір инвестор Каспийдің 9 акциясын
37.350 теңгеге сатып алуға тапсырыс берген. Стақанда қызыл түс пен жасыл түстің түйіскен жерінде, яғни сатушы мен сатып алушының жанасқан жерінде нарықтық баға көрсетіледі. Сонымен қатар, спред 0,13%-ға тең деп көрсетілген. Спред дегеніміз бағалы қағазды ең үздік сатып алу және ең үздік сату бағасының арасындағы айырманы көрсетеді. Спред кіші болған сайын актив ликвидті болып саналады. Яғни, спред төмен болса, бағалы қағазды оңай әрі жылдам сатуға немесе сатып алуға болады. Видеоны осы сәтке дейін көрген болсаңыздар, сіздер енді биржалық стақанды оқи алатын болдыңыздар. Жалпы, биржалық стақанды көбінесе трейдерлер пайдаланады және соның негізінде болжам анализ жасап сауда-саттық жүргізеді. Сіздер енді биржада сауда-саттық қалай жүзеге асатынын білдіңіздер деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болып, инвестиция саласында білімдеріңізді арттыра беріңіздер.